Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, тек қана жұмыртқа мен сүт болса болғаны, осы екі заттан оладьи дайындайтын боламыз. Таңғы асқа балаларыңызға жасап берсеңіздер болады, өте тез дайын болады. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде каналдағы рецепттерді жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Және оның үстіне 70 грамм қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырып шығамыз. Яғни шанышқының көмегімен жасай берсеңіздер болады. Оның үстіне 70 грамм сүтімізді піскен бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да оны қантымыз ерігенше араластырып, үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Міне осылай араластырып болғаннан кейін, оның үстіне ас содасына кішкене сірке суын құйып, осылай үстіне саламыз, сонда жақсы көтерілуіне себеп болады. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Содан кейін оның үстіне алдын ала електен өткізілген 300 грамм ұнымызды 3-ке бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салмай, осылай жаймен бөліп салып, ұнымыз толық сіңгенше жақсылап осылай шанышқының көмегімен араластырып отыратын боламыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз, сонда бізде созылмалы қою масса пайда болады. Міне біздің массамыз да дайын болды. Енді оның үстіне бір ас қасық майымызды толтырмай құямыз. Сосын оны тағы да жақсылап араластырып тұрамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің массамыз өте қою, созылмалы болып шығады. Неғұрлым көбірек араластырыңыздар, соғұрлым көбірек араластырсаңыздар, біздің оладьиларымыз өте әдемі, қатты көпсіген, жұмсақ болып піседі. Міне осындай созылмалы қою масса болып шығады. Енді алдын ала отымызға табамызды қойып, оның үстіне майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін жаңағы массамызды ас қасықпен толтырмай осылай бөліп құятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ол өзі құйылып, шет-шетіне қатты ақпай, осылай біркелкі массасын ұстап тұрады. Міне осы кезде біздің отымыз қатты қызып кетпеу керек, жай отта осылай пісіріп аламыз. Асты піскеннен кейін оны үстіне қарай аударып, келесі бетін пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайын болады. Асығыс кезде үйдегі бар заттармен жасасаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Таңғы уақытта балаларыңыз сабаққа кетер кезде тез арада жасап берсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көпсіп, жұмсақ болып пісетін болады. Ешқандай артық затты қажет етпейді. Жұмыртқа мен сүт болса болғаны, міне осындай біздің оладьиларымыз осындай болып пісіп шығады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер.
Міне біздің оладьиларымыз да дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көпсеген, түсі де әдемі, өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Үйде жасап көріңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Міне өте жұмсақ болып піседі. Қазір дәмін көреміз. Дәмі де өте керемет болып шығады. Үйдегі бар затпен, жұмыртқамен, сүттен оңай тез жасалынады. Үйде біз көп жасап тұрамыз, балалар бір жасағаннан тауысып қояды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.